Сәлем достар, бүгін сіздерге жер бетіндегі өмір сүретін ең қауіпті жануарлар туралы айтамын. Бұл жануарлар сырттай қарағанда бейкүнә болып көрінгенімен, адам өміріне аса қатерлі болуы мүмкін. Ендеше әлемдегі ең қауіпті 10 жануарды бірге көрейік. Ең бірінші, каналға тіркеліп, қазақ контентін қолдап кетіңіз. Ең соңғы 10-шы орында африкалық буйвол. Бұл жануар жайылып жүрген ірі сиыр сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ Африкада оны қара өлім деп атайды. Себебі ол өте ашулы, жылдам, шабуылдайды және мүйізімен адамды бір соққымен өлтіруі мүмкін. 9-шы орында конус теңіз ұлуы. Кішкентай әдемі қабыршақ сияқты көрінеді, бірақ оның улы инесі адамды бірнеше минут ішінде өлтіре алады. Ең қауіптісі, уға қарсы дәрі жоқ. 8-ші орын. Пиранья балықтары. Амазонка өзенінде өмір сүреді. Шағын ғана балық болғанымен топ болып шабуыл жасайды. Бірнеше минутта бүтін жануардың сүйегін ғана қалдырады. 7-ші орын. Кобра жыланы. Әлемдегі ең улы жыландардың бірі. Оның бір шаққан уы бірнеше адамды өлтіруге жетеді. Ал ең қорқыныштысы, ол шабуыл алдында басын көтеріп 2 метр биіктікке дейін тік тұра алады. 6-шы орында қорамал. Бұл мөлдір медуза әдемі көрінеді, бірақ оның уы жүрек пен жүйке жүйесін бірден істен шығарады. Көптеген адам теңізде жүзіп жүріп, байқамай-ақ уланып қалуы мүмкін. 5-ші орында ақ акула. Теңіздің ең әйгілі жыртқышы. Жылдамдығы, өткір тістері мен күшті жақ сүйектері оны адам үшін ең қауіпті теңіз жануарларының қатарына қосады. 4-ші орында таз қара. Әлемдегі ең ірі жыртқыштардың бірі. Ол суда да, құрлықта да шабуыл жасай алады. Жыл сайын Африка мен Азияда жүздеген адамды өлтіреді. 3-ші орын піл. Әдетте пілді тыныш жануар деп ойлаймыз, бірақ ол ашуланса нағыз қасіретке айналады. Пілдің күші мен салмағы адамды басып жаншуға жеткілікті. Жыл сайын пілден ондаған адам қаза табады. 2-ші орында құмырсқа, бүрге. Оның шаққаны адамға оқ тигендей ауыр сезіледі. Бұл азап бірнеше сағатта дейін созылады. Жәндіктің бір шаққаны адамды өлтірмесе де есінен тандырады. Ал ең бірінші орындағысы, қазір айтсам сенбессіз, маса, маса. Ең кішкентай, бірақ ең қауіпті жануар маса болып табылады. Өйткені ол безгек, денге, сары қызба сияқты ауруларды таратады. Жыл сайын миллиондаған адамның өліміне себепші болады. Міне достар, әлемдегі ең қауіпті жануарлардың тізімі осындай. Кейбірі алыста, ал кейбірі бізге өте жақын өмір сүреді. Сондықтан табиғаттағы кез келген жануарға абай болайық. Егер бұл видео ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.